Қазанға сүтті пісіріп алам. Үйге газге пісірейін деп жатырмын, шағын қазанға. Қазанның түбін майлап аламыз, артынан жуғанда оңай болу үшін. Енді мына қаймағы алынған сүт болғасын, көк сүт болғасын, жаңағы табаға жабысып қалады. Сондықтан майлап аламыз. Салмай болсын, толмай болсын, бәрібір қандай май болса да майлап түбін. Майлап, енді сүтімізді құямыз. Мінекей тартқан сүт сепараттан өткіздім, жаңа ғана қаймағын алдым. Енді осыны айран қылам, пісірем. Кішкентай қазан болғанмен бір шелек сүт кетеді. 12 литрлік қазан ғой. Осыны бәрін құям. Енді осыны пісірем. Астын ашып қояйын. Сүт қайнап жатыр. Сөндіріп тастауға болады. Қазір 1-2 минуттан кейін сөндірем. Енді бұл әбден суы керек. Температура 38-39 градусқа дейін апарып жылытамыз. Жылылай ұйытқы қоямыз. Ал мен сүтім суды, енді бетіндегі мынандай қаймағын аламыз. Енді қаймағы алынған сүт болғанмен бетінде бәрібір қаймақ шығады мынандай болып. Бұл бізге айранға керек емес, сондықтан бұны алып тастаймыз. Айранды тартпаған сүттен, қаймақ алынбаған сүттен де пісіруге болады, тәтті болады. Бірақ жаңағы қаймағын алған сүттен де өте жақсы болады. Қайнатыңқырап жіберсеңіз тіпті дәмді болады. Сүтім қаймағын алып тастадым, сүтім жылы, қан жылым болып міне. Енді осыған ұйытқы саламыз. Ұйытқыны, егер ұйытқыңыз болмаса, мен алдың ұйытқыларын алып қойып жүрем осылай банки. Егер ұйытқыңыз болмаса, дүкеннің кефирін болмаса, дүкеннің сметанасын алып ұйытуға болады. Банкідегі ұйытқым қою, қазір салып алам. Шамалы жарайды. Бір қазан сүтке шамамен 1 кесе айран жарайды. Алдыңғы айраннан қалған ұйытқым алып қалған. Егер жақсы айран ұйытқыңыз болмаса, жаңа айттым ғой, дүкеннің кефирін болмаса, дүкеннің айранын сатылады, соны бір ұйытсаңыз, содан үзбесеңіз болды. Міне жақсылап осыны араластырамыз. Араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда былтыр емес, алдыңғы мен каналды ашқаныма 2 жыл болды, бірақ көп түсіре алмай жатырмын. Сонда басында айран ұйытқаным бар, ол бізден енді ыдыстарым дұрыс болмады, жаңағы воронкам болмады. Қазір енді воронкамен дұрыстап көрсетейін деп шештім. Сүтті араластырамыз, жақсылап осылай. Енді осылай құйып жібереміз. Құйып жіберіп, мынаның бәрі біркелкі араласу керек. Сүт жылы болу керек. Айттым ғой, сүт жылы болу керек. Сүтті эмалированный кастрюльдерге құйып ұйытуға болады. Шағын эмалированный кастрюльге құйып қойсаңыз, холодильникке сиятындай қылып. Бұндайға ұйытуға болады, банкілерге ұйытуға болады. Әркім әртүрлі. Қазір енді көбісі, мен қазір мынандай баклажкілерге ұйытып жүрмін.
бұл холодильникке салып қоюға да ыңғайлы. Сосын жаңа балдарыма кейде беріп жіберемін ғой, ішуге балдарыма. Сол кезде мына банкімен, кастрюльмен тарсылдатып бере алмайсың. Сондықтан осындай баклажка ыңғайлы екен. Қойып алайын. Мына жерім менің ыңғайсыз. Видео түсіретін камерамды дұрыс қоятын жерім болмайды. Табақтың үстіне баклажканы қойып, оның үстіне мына воронканы қойып, енді жаңағы араласқан сүтімізді баклажкаларға құямыз. Құя береміз бұлар. Құя береміз. Сосын жылы жерге бетін жауып қоямыз. Айрандарымды құйып болдым. Бұл жылы жерде тұру керек 5-6 сағат. Енді қазір обедтің уақыты, мен кешке дейін осы ас үйіме қоям. Ас үйім жылы. Кешке дейін үйді. Бетін жаппаса да болады, жылы ғой, бірақ дегенмен мынандай жұқа шүберекпен жауып қою керек. Неге десеңіз, бәрі біркелкі ұйытым болады сонда. Біреу ұйып, біреу ұймай қалмайды. Ортасы, шеті бәрі бірге ұйытым болады жоқ қосаңыз. Сосын ұйығаннан кейін бірден қозғамаймыз, әуелі салқындатып аламыз, холодильникке қойып. Сосын ішерде салқындай ішкен жақсы. Айраным үйді 5-6 сағатта кешкісін үйіп болды. Обедте үйіттім, кешкісін үйіп болды. Сосын холодильникке салып қойдым түнімен. Холодильникте тұрып, мынау енді салқындады. Салқындағасын ашып көрсетейін деп отырмын. Күн ыстық, қазір бізде Ақтөбе жақта 30 градустан асып тұр, жанып тұр. Сондықтан ас үйде бәрі жанып тұр, ысы. Тез үйді жылда. Құям. Ұйытқысы жақсы болса, айраның жақсы үйіт. Басында мен жаңағы дүкеннің несімен ұйытқанмын. Айран деген баклажка деген бізде айстың айрандары бар, сол күшті айран. Сонымен бір басында сонымен ұйытқанмын дүкеннің несімен. Соны үзбей қазір мына ұйытқан айраннан бір банка алып қалам. Бір кеседей күшті болып үйді. Бұл тартқан сүт, көбі түсінбей тұр, көбі түсінбей жатыр. Тартқан сүт деген не? Тартқан сүт деген біздер сепараттан өткіземіз, әуелі сүземіз, сиырдың сүтін сауып алғаннан кейін, сосын сепараттан тартамыз, жылылайды. Қаймақ, бізге қаймақ та керек, май да керек. Қаймақты қатырып холодильникке қойып, оны шайқаймыз. Ал сүтінен осындай жап-жақсы айран ұйытуға болады. Егер мынаны тағы да қайнатыңқырап, бір жарты сағаттай қайнатыңқыраса, 1 сағаттай тіпті түсі жаңағы не болады. Менің каналымда бар, варенец деген қою айран. Сондай болып шығады. Шекер қосып, варенье қосып ішуге болады. Тартқан сүттің өзі да, қаймақ алынған сүттің өзі да жап-жақсы не болады. Біздер Ақтөбе жақта жаңағы осылай тартқан сүтті пайдаға асырамыз, осылай айран ұйытамыз, құрт жасаймыз, ақ құрт, жаңа ащы құрт. Сол ащы құртты осы тартқан сүттен жасаймыз. Көбісі жазып жатыр екен комментарий, күбі, ой, бұл деген дұрыс емес, сендерді бізде күбімен жасайды деп. Енді мен өзім күбі пайдаланып көрген жоқпын. Менің енем де пайдаланған жоқ, оны көрген жоқпын. Ал өзім екібастан қаланың қызы болғандықтан біздер енді құттаймыз, ондайды көрмегенмін. Күбі, сосын бізде Ақтөбе жақта күбі пайдаланбайды, көп ешкім. Пайдаланғанын көрген жоқпын өзім, ауылда тұрдым ғой, келін болып. Бізде осылай жасайды. Ал жаңағы оңтүстік. Ал сонымен сау болыңыздар, каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Көріскенше көп рахмет. Көп адамдар жақсы комментарийлер жазып жатыр екен. Амандық болса 9.000-нан асқан подписчигім. Көп түсіре алмай жатырмын. Қиындау болып жатыр, бір өзіме түсіру, камерамды дұрыс қоятын жерім болмайды. Болмаса үйде адамдар болады. Сондықтан рет келгенде жаңағы ешкім жоқта жаңағы түсіруге тырысып жүрмін. Ал сау болыңыздар.